Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүзбе қосылған ватрушки рецебімен бөлісемін. Жүп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші қамырын жасауға кірісемін. Ыдысқа жылы сүтті құйып, үстінен құрғақ ашытқы қосамыз. Оның үстінен қант саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа саламыз. Араластыра отырып, үстіне аздап ұн сала отырып, қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында ортасында еріген сары майды салып, араластырамыз. Қалған ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырды ыдыстан шығарып, қолмен жақсылап илеп, қайтадан ыдысқа салып, бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын жасауға кірісеміз. Сүзбеге жұмыртқаны салып, оның үстіне қаймақ саламыз. Қант саламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық крахмал саламыз. Осымен салмамыз дайын. Келесі кезекте көтерілген қамырды илеп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Шариктер жасаймыз. Шариктердің бетін жауып, 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген соң, үстінен стаканның көмегімен үстін басып шығамыз. Салмасын салған кезде ортасы ойық болған дұрыс. Осының үстіне 2-3 ас қасықтан салмасын саламыз. Ең бастысы салмасы сыртына ағып кетпеу керек. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып, араластырып, қамырына жабып шығамыз. Бөлкелер піскен кезде әдемі пісу үшін қажет. 180 градуста 30-40 минутта қызарғанша пісіреміз. Бөлкесі мамықтай жұмсақ, піскен соң үстіне қант ұнтағын сепсеңіз, одан да дәмді және әдемі көрінеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.